Әулет құпиясының ең әдемі жұптары кімдер? Ал жаңа маусымда олардың тағдыры қалай болмақ? Бүгін осы туралы сөйлесейік. Ең алдымен әрине, Доған мен Чагла көпшілік үшін бұл сериалдағы ең сүйікті жұптардың бірі болды. Екеуі қаншама қиындықты бірге еңсеріп, ақыры бір-біріне сенуді үйренген еді. Алайда бірінші маусымның соңында Чагланың қаза табуы олардың махаббатына нүкте қойды. Қазіргі мәліметтерге қарағанда жаңа маусымда Доғанға жаңа кейіпкер қосылуы мүмкін. Бірақ ол кім болады? Доғанның жаңа махаббаты бола ма, әлде жай ғана оқиғаның бір бөлігі ме, әзірге белгісіз. Келесі жұп Синан мен Алтын. Соңғы бөлімдерде олардың қарым-қатынасы қатты сыналды. Сонымен қатар Синан мен Махинурдың арасында да ерекше жақындық байқалды. Сондықтан көптеген көрермен Синан ақыры Махинурмен қалады деп ойлаған болатын. Бірақ мен бұған дейін жасаған видеода айтқанымдай, Махинурдың рөлін сомдаған актриса екінші маусымның актерлік құрамында болмайтындардың қатарында. Егер бұл өзгеріс рас болса, онда Синан мен Махинурдың бірге қалу ықтималдығы өте төмен. Ал әлеуметтік желілерде мүлде күтпеген жұп қызу талқыланып жатыр. Ол Алтын мен Бихрам, TikTok пен Instagramда осы екеуіне арналған шип видеолар көбейіп кетті. Әзірге олардың арасында махаббат болады деп айтуға ешқандай негіз жоқ. Бірақ көрермендердің бұл жұпқа деген қызығушылығы өте жоғары екені байқалады. Енді ең даулы жұптардың біріне тоқталайық. Мелек пен Йылдыз. Бірінші маусымның соңында екеуі ресми түрде ерлі-зайыпты атанды. Иә, бұл неке шынайы сезіммен құрылған жоқ. Бірақ уақыт өте келе олардың арасында белгілі бір жақындық пен химия пайда болғанын жоққа шығару қиын. Дегенмен менің жеке пікірім бойынша Йылдыз Дидеммен де өте жарасатын еді. Екеуінің көріністері ерекше әсер қалдырды. Бірақ тағы бір мәселе бар. Қазіргі тараған ақпараттарға сәйкес, Йылдыздың рөлін сомдайтын актер екінші маусымға келісімшартын әлі ұзартпаған деген әңгімелер бар. Егер бұл ақпарат рас болып шықса, онда Йылдыздың оқиғасы күтпеген жерден аяқталуы мүмкін. Сол себепті қазіргі жағдайға қарап, Мелектің болашақта Генджомен жақындасу ықтималдығы жоғарырақ көрінеді. Әрине, бұл әзірге тек болжам. Ал Гүлшен мен Сифаға келсек, меніңше, олар бірге қалатын сияқты. Бірінші маусымда қаншама қиындыққа қарамастан, олардың сезімі сақталып қалды. Бірақ бұл сериалдың сценаристерін білеміз ғой. Көрермен бір жұпқа үйрене бастағанда міндетті түрде жаңа сынақ ойлап табады. Бірінші маусымның соңында да олардың қарым-қатынасына үлкен соққы жасалды. Сондықтан жаңа маусымда ең болмағанда бір жұпты бақытты етіп көрсетсе екен деген тілек бар. Өйткені осы уақытқа дейін сериалдағы әр махаббат хикаясы міндетті түрде қайғылы немесе қиын аяқталып келеді. Ал сіз қай жұптың бірге қалғанын қалайсыз? Доғанның жаңа махаббаты болуы керек пе? Синан кіммен қалуы мүмкін? Ал Йылдыздың тағдыры қалай аяқталады деп ойлайсыз? Пікірлеріңізді міндетті түрде жазыңыздар.